Бүгін біз сіздермен Pascal программалау тілінде функциялармен танысатын боламыз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен процедуралармен танысқан болатынбыз. Процедуралармен жалпы қарапайым түрде қалай келеді, күрделі түрде қалай келеді, яғни локальды түрде және глобалды түрде қалай келетіні туралы сөйлескен болатынбыз және қарапайым бір-екі мысалдарды шешкен болатынбыз. Әрине біз айтқан болатынбыз, процедураның айнымалысы бар түрі функцияға жақын келетін. Функцияда енді бүгін функцияны қарастыратын боламыз. Алдымен қысқаша теориялық бөліміне мән бере кетейік. Функциялар бір мәнді ғана есептеуге арналған программалық модуль. Алдыңғы сабақта біз сіздермен процедурада екі немесе одан көп мәнді алып, яғни varда жазып, сонымен бірге жұмыс жасай беретін едік. Бірақ функция тек қана бір ғана мәнді есептеуге арналған программалық модуль екен. Осымен қысқаша теориялықты аяқтауға болады. Және тағы бір-екі мысалдар. Function сөзі кетеді, және функцияның аты, оның формальды параметрінің тізімі кетеді. Біз процедурада формальды жазатын жолы да бар, жазбайтын жолы да бар еді. Екі нүкте функция нәтижесінің типі нұсқалады дейді. Жалпы форматы function, функцияның аты, параметр және оның нәтиже типі. Нәтиже типі дейтін ең соңында біз не аламыз осы функцияның? Соның типі кетеді. Real болса real, integer болса integer, string болса string, char, boolean типті бола береді. Сипаттау бөлімі, яғни var өзінің кәдімгі денесімен кетеді. Begin оператор бөлімі және функцияның аты, яғни функцияның аты оның мәніне тең болады. Қазір оның не екенін түсіндіретін боламыз енді. Міне функцияның денесінде міндетті түрде функцияның мәнін есептейтін бір меншіктеу оператор болу керек. Функцияның аты және оның мәні. Қазір оның не екенін түсіндіретін боламыз. Одан кейін мына қайталамасы теру саны дейтін программасын құрып қарастыратын боламыз. Әзірше қарапайым мысалдарды шешу арқылы функцияның мәнінің аты, процедураның айырмашылығы осыда. Осы жерде біз функцияның мәнін тең деп аламыз, атын мынаған мәнге тең деп аламыз да, келесінде функцияның атымен жұмыс жасап кете береміз. Қарапайым мысал, кез келген санның квадратын табатын функция жасаймыз да, кез келген санды енгіземіз, оның бізге автоматты түрде квадратын шығарып береді. Use CRT қазір мына жерде var кетеді. Әзірше бір a-ны integer деп алайық. Функция function. Біз табуымыз керек a-ның квадратын, ол integer. Жалпы программаның соңында мен қандай тип аламын? Integer тип. Осыны жазуым керек. Айнымалы бізде a уже бар. Негізі var жазуға да болады. Begin деп алайық. Енгізілген санды біз клавиатурадан енгіземіз. Сол үшін міне құрбанды тең деп аламын. SQR a-ға. Енді өтірнікте. Міне SQR a менде дайын. Енді кез келген жағдайда мен сан енгізетін болсақ, соның клавиатурадан енгізген санның квадратын тауып береді. Енді begin негізгі программаның денесі. Енгіземін клавиатурадан readln. A-ны енгізейін. Экранға writeln шығарамын. Құрбан менде тең болады. Кез келген енгізген санның квадратына. Тек қана аламын да a деп жазып қоя салам. Менде shift F9 кез келген сан енгізем 64. Болды. Функция бірақ мәнді есептеді. Кез келген санның квадратын мысалға бұл жерде функцияны бірнеше рет қолдануға болады. Ол не деген сөз? A, B, C деп алатын болсам, мен клавиатурадан енгізейін A-ны, B-ны, C-ны. Ең соңында аламын да writeln, Ctrl-Copy, Ctrl-V, Ctrl-V. Экранға шығарамын B-ны, экранға шығарамын C-ны. Құрбан дейтін функция менде ол қазіргі дайын шағын программа, ол квадратын енгізеді. Мен не жасам, соның квадратын экранға шығарып отырады. Shift F9 5, 6, 7, 25, 36, 49 кез келген санның квадратын шығарып берді. Бұл енді қарапайым бір мысал. Енді осы функция дейтін тақырыпты өткен кезде көп жағдайда
келетін есептер факториалды есептеу дейді. Оған біз асықпай тұрып тағы бір есептерді қарастырып жіберейік. UZCRT var x, y, integer. Функция, одан кейін begin and function. Мысалға tangents деп алайын. Мысалға c real, мәні real. Онда бізде x, y-іміздің мәні real болуы керек. Тура процедурада сияқты мына мән мен мына мәннің айнымалылар типі бірдей болу керек. Мына жерде c деп алғанды алдыңғы сабақта біз өткен болатын, тең ол x-ға. Бірден x деп алуға болады, немесе c деп алуға да болады. Түсінікті болу үшін x-ті беріп көрейік. Мен x біреуін алсақ жеткілікті, y болсын, хоть ол тағы бір z-ті қосып қойсаң да бола береді. Функцияны алдық. Begin tangents менде тең. Ол тангенстің негізгі формуласы синус x бөлінген косинус x. Косинус x and. Болды, менде тангенс дейтін қанша рет қолдансам да, клавиатурадан енгізген мәнім сол санның тангенсін шығарып береді. Клавиатурадан енгіземін readln x өтір y енгіз болдым. Енді экранға шығарамын writeln апостроф tangents. Жақшаның ішінде тангенстің енгізген x-ім кетсін, мысалға x. Енді біз білеміз, 2-2 не екен, real мән болатын болса, ол өтірге дейінгі санды және өтірден кейінгі екі сандарды шығарып отырады. Өтір апостроф жақша жабылсын, және тең өтір құрбан функциям аты tangents. Кез келген мысалға x-ті ала саламын. Дәл осылай y-ті аламын. Енді мен тангенс кез келген сан енгізем, соның тангенсін алып шығара саламын. Тангенс мына жерде уже y болады. Y мен клавиатурадан енгізім тангенс және y. Shift F9 кез келген мән енгізем. 2 мән 6-ны және 9-да. Тангенс 6-да тең болады мынаған. Тангенс 9-да тең болады мына санға. Мысалы, қалай байқағанымыздай, тек қана бір ғана мәнді алып, бірақ сол мәнді бірнеше рет қолдана беруге болады. Егер түсінген болсаңыздар, онда мына мысалды шығаруға болады. Ешқандай қиындықсыз. n-нің факториалын бір рет алып, k-нің факториалын да алып, бір рет факториалды алып, n-ға, k-ға қолдана беруге болады. Бір функция дайындап аламыз, ол факториал табатын, және соны 1, 2, 3, 4 рет қолдана саламыз, сонымен есептің мәні шығады. Мысалға, ол бірінші тек қана бір мәнді табатын не құрып көрейік. UZCRT var n integer. Бұл пока біреуін ғана табатын. Но бізде комментарий function функция factorial мен табамын n-нің integer. Оның негізгі типі тағы да integer болады. Екі айнымалы бар, біреу it, біреу n-да, немесе x. Integer begin. n-нің x-тің мәні ең алғашында тең болады 0-ге. Көбейту болатын болса 1-ге, қосу болатын болса 0-ге тең болады. For i 1 do n do. Өйткені n-ді мен клавиатурадан енгізетін боламын қазір негізгі программаның денесінде. Сол кезде тең болады x тең x умножена it. Және менің факториалым тең болады. Жаңағы есептің ережесі бойынша функцияның аты тең болу керек оның мәніне.
факториал тең x-қа. Енді өтірнікте осымен бізде функция бітеді. Begin клавиатурадан енгіземін енді. Readle неше санының факториалын табуым керек, соны енгіземін. Өйткені мен енді мына жақта берген болатын. Бір рет қолданғаннан кейін мына жерге айнымалы қосып кете беремін де, неше рет табуым керек, сонша рет таба саламын. Variable n факториал n факториал n енді нүкте shift F9 мысалыға 5 деп алайын. 5-тің факториалы бізде 120-ға тең. Болды. Негізгі факториал дайын. Енді осы әдісті қолдану арқылы мен n бар менде, енді k-ны қойсам жеткілікті. Үтір k. Демек, бұлай болады, я. n-ді енгіземін, үтір k-ны енгіземін. Уже енді формулаға сала саламын. Факториал n бөлінген k факториал. Ол деген сөз тағы жақша. Факториал k бөлінген, көбейтілген факториал n минус k. Осымен болды. Shift F9. Мысалға 3-те 5 болатын болса 0,5. 5, 3 жауабы 10-ға тең. Бізде қандай мән берген қарап көрейік. Так, берген бізде результатқа n тең 5-ке, k тең 3-ке беріпті. Сонда жауабы неше болған екен бұларда? 120-ға тең болған екен. Бізде беріп көрейік. n тең 5-ке, k тең 3-ке. Бірінші мен енгіземін 5-ті. 5, 3, 10-ға тең менде. n тең 5-ке, k тең 3-ке. Негіз дұрыс. n тең 5, k тең 3. k тең 3, n тең 5-ке, k тең 3-ке. Жауап 120 дейді. Білмеймін енді. Негізгі біздің әрекетіміз дұрыс орындалды. Формуланы тағы бір рет тексеріп көреміз. Факториал n дұрыс бөлінген. Жақшада болады дұрыс бұл. Тағы бір жақша алып көре салайын қызыққа. Бірақ негізі оның қатысы жоқ шығар. Факториал k көбейтілген. Факториал n минус k. Формула дұрыс. Бір факториалды біз мына жерде 1, 2, 3. Оның үшін 4 рет қолданып шығарған екен біз. Жарайды, дұрыс болса дұрыс, дұрыс емес болса дұрыс. Келесі бір есепті қарастырып көрейік. Бір формула болса, формула бар екен. Тағы факториалға қатысты n тең 1 болатын болса, 1-ге тең. Бірден үлкен кез келген сан болатын болса, онда мына n көбейтілген n минус 1-дің факториалына тең екен. Олай болса формула жарай береді бізде. n мен k керек емес екен бізде. n-нің өзі readle n. Енді бірден шарт береміз. Ол жерде тұрған ешқандай қиындық жоқ. Егер n тең болатын болса 1-ге, онда variable n экранға n-нің өзі шығады. Яғни факториал n-нің өзі шығады. Егер n үлкен болатын болса 1-ден, онда дейді формулаға қараймыз. n көбейтілген variable n көбейтілген факториал n минус 1. Shift F9. Бірінші тексереміз. 1-ді береміз. 1-дің өзі шығады дұрыс. 1-ден үлкен сан кез келген санды беретін болса 5. Ол тең болады 120-ға дейді. Тексереміз. 5-ті берген екен. Оларда тең болды. Қаншаға? Бар. Мүнтір екен.
120-ға тең болған екен. Қалай орындалғанын түсіндірген. Негізі функцияның қалай орындалғаны бізге маңызды емес. Біз білеміз ол функция бәрібір табатынын. Біз тек қана осы жерде тапқан бір ғана мәнді 2 рет қолданып, 3 рет қолданып, 4 рет қолданып есептер шығара беруге болады. Егер қателеспейтін болсам, C++ программа тілінің жалғасы C++ builder'де кез келген компоненттердің барлығы осы функция қызметін атқаруы мүмкін. Менде бармаға тексеріп көрем. Borland C++ builder бұл C++-тің жалғасы. Кез келген компонент бізде Delphi-да процедураның қызметін атқарса, бұл жерде мүмкін функцияның қызметін атқарады. Себебі процедура мен функцияның айырмашылығы, процедураның екі қызметі бар да, біреуінде қасиеті бары, екіншісі жоғы. Негізі көп жағдайда процедурада жоғын қолданған дұрыс, ал мынандай бар қасиетін қолданатын болса, егер ол жерде екі немесе одан көп мәнге қызмет ететін болса функция, ал егер бір ғана мәнмен қызмет ететін болса, функцияны бір ғана мән қолданатын кезде функцияны екі немесе одан көп мәндермен жұмыс істейтін болсақ, процедураны қолданған дұрыс. Ал мына жерде кез келген компонент void функцияны көрсетпеген екен. Void-пен басталады екен. Fast call. Ладно. Негізі қысқаша функция жайлы қысқаша ретінде анықтама осы. Түсінбеген жерлер болатын болса комментарийға жазыңыздар. Бұл жерде бір түсініксіз нәрсе жоқ шығар деп үміттенеміз. Келесі сабақта жүздескенше аман сау болыңыздар.